Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сүтті коржықтар дайындайтын боламыз. Бұл рецептпен міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Себебі бұл коржықтар өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Бізге ең алдымен бір ыдысқа ыстық сүтімізді құйып аламыз. Оның үстіне ванильді қант және тұз саламыз. Одан кейін қантымызды салып, жақсылап қантымыз ерігенше араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін ыдысымызды бөлек бір жерге қойып қоямыз. Бөлек бір ыдысқа бір жұмыртқамызды саламыз және де бөлме температурасында тұрған сармайды саламыз. Сармайды ерітудің қажеті жоқ, тек жұмсақ болса болғаны. Сармайымызды салып болғаннан кейін массамызды жақсылап араластырамыз. Бір ыдысқа ұнды електен өткізіп, үстіне қамыр қопсытқыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Сармай мен жұмыртқа араластырған массамыздың үстіне жаңағы қантты сиропымызды құйып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мен қасықпен араластырып болғаннан кейін кішкене миксермен соғып алдым. Одан кейін осы массамыздың үстіне жаймен ұнды салып араластырамыз. Яғни осы силиконды лопаткамен біз қамыр илеп шығамыз. Өте жұмсақ, эластичный қамыр шығу қажет. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Осы қамырымызды целлофан мешокқа салып, тоңазытқышта 30 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз тоңазытқыштан алып, оқтаудың көмегімен қамырымызды жақсылап жайып шығамыз. Өте жұқа қылудың қажеті жоқ, бізге печенье емес, бізге жұмсақ коржықтар қажет. Сол үшін қалыңдау қылтып жаямыз. Ұнды сеуіп аламыз бірінші астына. Содан кейін қамырымызды қойып, әдемілеп жайып шығамыз. Қолға жабыспайтын, өте эластичный қамыр шықты бізде. Қамырымызды толық жайып болғаннан кейін кесе немесе формочкалардың көмегімен осындай дөңгелек пішін шығарамыз. Одан кейін пергамент қағаз төселген противеньге болашақ коржықтарымызды салып қоямыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын әдемілеп жақсылап жағып шығамыз. Сарыуызды жағып болғаннан кейін осылай шанышқының көмегімен әдемі өрнектер салсаңыз болады. Ол өзіңіздің қалауыңызша. Корждарымызды қызып тұрған 180 градус пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне қыздар, осымен біздің өте дәмді, өте жұмсақ сүтті коржықтарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріп, отбасыңызды қуантыңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Төлеген Айбибі.